Жасөспірімдердің салауатты өмір салтын қалыптастыру. Қазіргі қоғамдағы ең өзекті мәселе жасөспірімдердің фастфуд өнімдерін көп тұтынуы. Жастардың тез жылдам дайындалатын тағамдарға қызығушылығы зор. Бұл дегеніміз еліміздің болашақ ұрпақтарына қауіп төніп тұр. Ас адамның арқауы демекші, жасөспірімдердің күніге тұтынатын тағамдарының пайдасы мен зиянын арнайы зерттейтін және бақылайтын мекемеге келдік. Ендеше бірге көрейік. Қазіргі жасөспірімдердің тұтынатын тағамдарының құрамына кәсіби тұрғыда тоқтап кетсеңіз. Қазіргі жасөспірімдердің көп тұтынатыны сок, фастфуд өнімдері. Соктардың ішінде қант өте көп болады, жоғары болады. Қант организмде қант деңгейін көбейтеді, Е қоспалары көп болады. Сосын қышқылдар көбейеді. Әдетте сусынды ішкен кезде асқазандағы калий, магний, группа В витаминдерінің бәрін жуып өтеді. Жасөспірімдердің арасындағы семіздікке қандай тағамдар алып келеді? Фастфуд өнімдері гамбургер, пицца, донер, хот-дог, фри. Олар қантқа, майларға толы болады. Трансмайлары көп, калориясы өте жоғары, қоректі құндылығы төмен. Углевод көмірсулары өте көп болады. Ағзаға сіңбейді. Пиццаның құрамындағы ерітілген ірімшіктің өзі өте зиян. Жастар дұрыс тамақтанумен қатар, бос уақытын тиімді пайдалана білу керек. Мектепшілік үйірмелерге, спорт секцияларына белсене қатысуы жан-жақты дамуына мүмкіндік береді. Жасөспірімдерді жігерлі, қуатты болып өсуіне қандай тағамдар ұсынар едіңіз? Балалардың дұрыс тамақтануына көкөністер мен ақуыздарға бай ет, балық, жұмыртқа, бұршақ, сосын кальцийға бай сүт өнімдері, айран, ірімшік, қаймақ. Сүйектің дамуына, өсуіне пайдалы көкөністер мен жемістер, витаминдердің талшық көзі, иммунитетті күшейтеді. Күрделі көмірсулардың ішінен қара құмық, сұлы, қоңыр күріштер ұзақ энергия береді. Және күніге 1,5-2 литр таза су ішу керек. Жасөспірімдік кезең бұл өміріңнің ең маңызды, ең әсерлі уақыты. Дәл осы кезде сен өз болашағыңның іргетасын қалайсың. Сондықтан денсаулық сенің ең үлкен байлығың екенін ұмытпа. Сенің болашағың бүгінгі таңдауыңа байланысты. Жасөспірімдерді салауатты өмір салтын ұстануға шақырамын.